Балықтардан сұхбат. Біздің арнамызда көретіндеріңіз мынанша балықты қайдан және қалай алдық. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қызық болса лайк, комменттеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Мына жерде бір боғымыз бар, атак бәрі жақсы. Оны бір сыртып алатын да адам таппады ғой, Ержан тай бар. Артта Жан Серік бар. Құдай берген бар. Кетіп баратырық, ойбай. Сұмдық жерге баратырық енді. Сіздерге енді қай жерде болғанымыз видеоның соңында белгілі болсын. Жағыздар бар? Әбетпей дейсіз. Жоқ, кеш батпай. Қойдым мен жіктер әзір деші. Бір құсыл алайын ба? Суды көріп тұрғандарыңыз бар ма? Әлі көптің бір болып жатыр. Ал достар, біз аман есен жеттік. Ана жерден путевкамызды алдық, көрсетіп қойыңыз. Ана жерден екі машина болып келдік. Біреу кол, біреу чаңған ба, сонда бірдеңе 8 адамбыз. Қол болса адам бүгін бәрі балықта. Жігіттер палатканы құрды. Арендаға алған жоқпыз, өзімнің палаткам. Ай сайын 36 мыңнан теңге төлеп тұрам. Комуслугасымен бәрімен осылай шығады. Негізі Зәкең бар. Арнайы Семейден Олжас шақырып алдық осы балыққа. Өйткені балықтың тілін білетін осы жігіт екен. Жақсы араласатын, балықтың тілін оқыған арнайы осы жігітті шақырдық. Бегім Қантөре, Қазақстан КВН-одағы Алғабас филиалының директоры. Сосын аяқта Төлеген бар. Түріне қарасын төлемеген сияқты. Мына кезде Жалпақ дейміз өзіміз, бірақ шын есімі Нұргүл. Сосын мына кезде Диас бар. National Geographic телеарна. Ал басты, блядь. Деп айттым ғой жаңа, ей. Сосын арнайы Медина қаласынан Заңғар Әбіжан. Қазір палатка құрылды, енді қазір қайықтар дүреміз. Тамақтарды дайындаймыз да қайтамыз. Бізден бірге болыңыздар. Осы, бұлай лақтырамыз, бұлай лақтырамыз. Ар жақтары бар, жетет, короче, анау Махачкалаға шейін екен өзі. Сол, короче, жігіттер бәрі кеш батпай атып қамданып атырық. Давайте. Сосын қайықты дүрдікті, моторын жалғап, қамданып, сайланып, көлге қарай бет алуға, судақтармен алысуға дайындалдық, кеттік. Диас, сен судаққа білесің бе қалай аулайтын? Иә. Алдырат. Мен чаңғы бастым. Құрт салу рәсімі. Емес, ағайын. Ей, ол жекен. Кәм, брадан, бай қарай шығар жеркен. Бар ма, басына қалды ма? Бар ма? Иә. Жоқ, балық жоқ. Қайда кетті мынау? Балығын түсіп қалды. Балық түсіп қалмай. Жоқ, мына жерге түскен жоқ па? Жоқ, балығын түсіп қалды ана жерден. Хей, жігіттер. Короче, біз кеттік біз ал. Бәлкі көресіңдер десе. Бәлкі көресіңдер. Балықтың қаталеуге ойын. Мен шығарттың. Өткетіндер кіші. Қорттар көресің. Кешен сұрайыз. Зәке, бөлеге Зәке. Бөлек. Заңғар досымыздың қолынан, аяғынан ба білмеймін, болған жоқ, көрген жоқпын. Манта. Тамақ айыра алмаса не ойлашы? Бегім алыпта бірдеңе. Нені сындырып тұрады алыпта, Диас. Жетер қымыздан айналдырып жейді. Ол жекен бар. Ол жекен бүгін. Қымыз қоя тұршы. Құнан құтшы. Ема бұрышты абайландым. Ауылда, қыстақта бір малшылар болады ғой. Қатты внимание алды, сондай отыр ғой түркістен. Ал соның ағасы. Yerimizi titretip basın.
Тағы бір айтшы қабырда. Ал қазір бұйыртса утренний заброс домкаға. Түнде поклевка болмады что-то. Ротпоттың сеңгерлер түсіп кетті. Бірдеңе бар шығар, қазір осы жерді тексеріп көреміз. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Таңғы сағат 6. Ұйқыдан тұрдық та. Жігіттер анау жақта қайықпен жүр анауын. 2 қайықпен. Біз жігіттеріне ұйықтап отыр. Біреуі олжасына ұйықтап. Палаткамыз. Мына кезде бегімдер ұйықтап отыр. Біздің ротпотына кетіп жатыр. Біздің водоем. Короче, кормежкаға қайықты жердік. Дәл шанауға жерді. Осы жерден бір 150-100 метр жерлерді кормить етеміз. Бір ротпотқа түскен осындай олжа. Короче, прикормка Дунайп, кукуруза и мынандай флет салдық и мынандай бойы. Мынандай ароматизатор бар. Осын себеміз. Байларымыз келді соғыстан. Егеч. Міне. Пожалуйста, міне. Міне. Бұл жалпақ. Әне. Есір. Бір-бірден сөйле. Мынаның ше, қайықтың ішінде нажағы жоқ. Қараңдаршы. Қайықты кеш. Ана балықшыларды қарасаңыздаршы. Дед Коля мен дед Паша. Зәке отырған отсын жақсы екен негізі. Міне біздің арқарлар. Қалай ол жеке? Ұнап отыр ма? 60 балық ұстадым. Тәубе. Обедке дейін, е. Обедтен кейін қанша деп отыз? 20 Жоқ, динозаврға. Міне таңғы асымыз. Е. Отырыңдар, кеңдер, жеңдер. Аллаға шүкір сақыр молынан. Мал чехол болмаса деймін, бөлі. Тартай. Жапырақтармен ойнайын деп. Zor. Başlarının adamları. Украинадан жалын сәлем. Дәл осы тұрғанда Днепрді кесіп барады. За рулем курсант. Индрайвер. Короче, рыбалка болып отыр, республика болып отыр. Қазір окундарды шақырлатып отыр, осы тұрғанда. Белкөйнек деп шештік. Ол жекең Аллаға шүкір осы ненің өзеннің бүкіл қамысын тазалап бітірді. Енді балық алса деп отыр, Алла қаласа. Қош. Қойш, барман еді. Көтір.
Qo'sh. Jo'g'i qamsimiz. Qanday qamыс емес o. Qara qamsimiz. Неге жер болды? Kechir. Қалай жүресіз? Я ол кеше маған деген өкпең бар сияқты шынайдан бар. Бір бермеді ғой, бір. Кешіне балық обедке кетті, соны пайдаланып біз билік шығарып тастадық. Ал бүгін бізде екінші күн. Обедке шашлык, утка. Жігіттер осы жерде, короче. Ана жақтағы жігіттер спиннинг лақтыруға кетті, ана жақтағы жігіттер. Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін балық аулау федерациясының ұйымдастыруымен өткен Ақшатау ауылындағы керемет балық аулау және демалыс іс-шарасына келіп жеткенбіз кеше. Бүгін соның нәтижесі балықтардан сұхбат. Қалай ұстап қалдыңыздар? Бүгінгі демалысымыздың осындай жоғары деңгейде өтуіне үлкен үлесін қосқан үшін Жаңарқа қаласында орналасқан Поплавок дүкеніне үлкен алғысымызды білдіреміз. Короче, осындай бір әдемі демалыс болды. Барынша ауладық енді. Бұйырғанын алдық әрине. Бұйырған кетпейді ғой. Ақшатау, бұл көлдің аты, өзеннің аты Таң атпай деп аталынады. В общем, завершающий. Ал жігіттер, мына завершающий. Кеше келгенде бір түсірдік, в общем, бәрін монтаждап, Антош браттың YouTube каналына саламыз. Әуе толқында қазақ радиосы, бүгін бізде дейтін уақыт жоқ. Бүгін демалысымыздың 64-ші күні. Өзі жай-жай жиналып жатырық. Балалар соңғы аспен. Міне дым көрмегендер. Міне. Шашлык арнайы Диас бауырымыздың қолынан. Енді бисмилля деп жеп жатыр. Құрты күйген былай. Шығой ең басты. Шеда піспеген. Бәрі зор, Диас, рахмет бәріңе. Демалсын атты ойлаймын енді. Әйтеу бір шегіп қалдық қоя. Қаланың күйбең тіршілігіне шашып, далаға шығып. Жоқ сен. Қара, мына көрттің ғой. Мына, қара. Көп адам сұрайды, адам қалай өледі деп. Солын төлеген келді. Израильден. Заңғар келді. Ташкенттен. Ержан келді. Шымкенттен. Неден? Садам Хусейн бауыры. Жалғыз шеттен. Шет ауданынан Ержан Тәжібаев. Мүшелбаев. Және де елордасы Астана қаласына келіп отырған Аңсаған Тоқсанбаев. Біздің арнамызда болыңыздар, барынша сіздерге ұнады деген ойдамыз. Рахмет. Иста донкаға түсті. Ол күндерде утренка блисаға түсті. Жақсы болды балық. Короче, бітті. Аллаға шүкір, 1,5 күндік іс сапарымыз аяқталып, өзінің мәресіне келіп жетті. Бүгінгі ұстаған балықтарымызды балықтанушы көненің көзі алып шығыңызшы. 34 балық алдық. Ал, бисмилля. Біз Батакөш степіне қатты құнығып өткен тас аулағамыз ғой. Тассы да қосыңдар, братан. Ал жігіттер пакеттерін ұстап келдерші. Жігіттерге салып береді ғой, солар